деген сөзінен бастайықшы. Яғни Мағжан Жұмабаевтың поэзиясында отаншылдық, ұлттық рухи патриотизм көрінеді. Ал сендердің патриотизм сезімдерің неден басталады? Патриоттық сезімдер неден басталады? Кімді құрметтеуден басталады? Дұрыс, ата-аналарыңды құрметтеуден басталады. Енді келесі, бізде мен бүгін жалғыз емеспін деп айтып қалдым. Сендерге бүгін менің көмекшім бар. Жасанды интеллект арқылы бүгінгі тыңдалым мәтінді мұқият тыңдаймыз. Содан кейін сұрақтарға жауап береміз. Дайынбыз ба? Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жақ-жуғысы. Атасы Жұмабай Қажы. Әкесі бекен саудамен айналысқан, дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім Мағжан ауыл молдасының сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы бір мешіттің жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен Бекішевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бекішевтен шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды. Қазақ, татар әдебиеттерін Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді. 1910-1913 жылдары Уфа қаласындағы Ғалия медресесінде білім алды. 1913-1916 жылдары Омбы мұғалімдер семинариясында оқыды. 1918-1919 жылдары Петропавл уездік земство басқармасында қызмет етті. 1923-1927 жылдары Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтында оқиды. Дұрыс, өте жақсы. Белгіледік па? Келесі белгілеуді сосын бірге тексереміз. Белгілейміз. Алаш үкіметі орнағаннан бәрі әділ шешілетінен сенімді болды. Сосын кейін бара ғой, әкеміз, бара ғой. Сендердің нелерді көреміз біз. Көріп отырамыз. Дұрыс шықты. Келесі. Ақпан төңкерісі аяқталған Алашорда партиясы құрылды. Белге? Содан кейін аттарын жазуға ұмытпаңдар. Таблица лидері деген аяқталғанда. Дұрыс. Өте жақсы белгілейміз. Бірінші белгілей оламыз сөздерімізде. Белгілей оламыз. Дайынсыз ба? Келе ғой. Шында да партия білім мәселелеріне ерекше назар. Келесі сөйлем. Белгілейміз. Ұлт жанды азаматтар партияда сана сезімі мен идеялар ортақ болды. Кім шыққан жоқ, шығамыз. Как келе ғой? Санда. Болды. Дұрыс. Белгілеп болғаннан кейін таблица лидеров аттарымызды белгілейміз. Белгілеп болдық па? Аяқтадық па? Мен көремін сұраймын. Дұрыс, өте жақсы. Келесі тапсырмаға көшейік. Енді жұпта жұмыс жасаймыз. Жұптан мен бөлімге қойып, жұптық жұмыс жасаймыз. Екі-екіден отыра қойыңдар, мына жақтан біреу қоса қойыңдар, екеулерін. Жұптық жұмыс. Яғни тақырыпқа байланысты сөздерді табасыңдар. Белгілейсіңдер, мен қазір сендерге қағаз беремін, соны белгілейсіңдер. Содан кейін осы сөздермен тұрып сөз тіркесіп айтасыңдар. Тақырыпқа байланысты сөздерді тауып, сөз тіркесіп құрап айтасыңдар. Түсінікті ма? Жұптық жұмыс. Мысалы, сендер екеуін бірге жасайсыңдар. Сендер екеуін бірге жасайсыңдар. Екеуін бірге жасайсыңдар. Кім Алишермен қосыла қой, мына жерде. Жұптық жұмыс жасайық. Сөздер тақырыпқа байланысты сөздерді табамыз. Может, слушать отвечать. Тақырыпқа байланысты сөздерді тауып аламыз. Содан кейін сөз тіркесіп айтамыз.